Армысыздар, құрметті көрермендер. Украина соғысына тағы бір оралсақ, жалпы Ресей Украинаға соғыс ашқаннан кейін әлемде әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай, азық-түлік тапшылығы өткір мәселелердің біріне айналды. Негізінен алып қараған кезде енді соғыс түрлі амалдармен жүзеге асады. Ұрыс даласында ол қару-жарақпен тікелей қақтығыс болса, саяси ареналарда халықаралық дәрежеде ол жаңағы биік мінберлерден, халықаралық ұйымдардың төрінен бір-бірін айыптау, түрлі фактілерді келтіріп, халықаралық сотқа беру деген сияқты іс-әрекеттермен жалғасын табады. Ақпараттық деңгейде ақпараттық соғыстар өтіп жатады, қарсыластың шығынын еселеп көрсету, өз шығынын еселеп азайту деген сияқты. Дәл сол сияқты соғыстың тағы бір ерекше қыры ол қарсыласты әлеуметтік тұрғысынан әлсірету және қарсыластың халқының өз билігіне деген наразылығын күшейту. Оның тікелей жолы, тікелей әсер ететін факторы ол азық-түлік қорын азайту, қарсыластың азық-түлік қорын азайту. Міне Ресей осы бір тактиканы тағы да таңдады және бүгінгі күні тоқтаусыз күні-түні, аптасына 7 күн, 24 сағат бойы Украинаның Ресей қолына өткен аймақтарындағы астығын жүк көліктеріне тиеп Ресей аумағына шығарып жатыр. Колоннамен 30 көлік, 40 көлік күн сайын, сағат сайын Украина астықтарын Ресей аумағына өткізіп жатыр. Және кей сәттерде порттар арқылы, Ресейдің қолына өткен уақытша Ресейдің бақылауындағы порттар арқылы өзге аймақтарға жеткізу жүзеге асуда. Әсіресе бұл кезде Сирия мемлекетіне украиндық астықты мол көлемде жеткізу фактілер тіркелген. Неге Ресей Украина астығын тасып жатыр деген сұрақтар туындауы мүмкін. Біріншіден бұл әлемдегі азық-түлік тапшылығына сөзсіз әкеліп соғады. Себебі Украина астығы осы уақытқа дейін әлемнің 400 миллион халқына тамақ болып келген керемет сондай бір жоғары деңгейдегі ресурс деп айтсақ болады. Әсіресе Украина астығын солтүстік Африка мемлекеттері көбірек қолданады, таяу шығыс мемлекеттері, оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері, Қытай. Яғни былайша алып қараған кезде әлеуметтік жағдай өте нашар мемлекеттер де бар және әлеуметтік жағдай жоғары мемлекеттер де бар. Басым көпшілігі 400 миллионға жуық азамат әлемде осы Украинаның астығын қолданып келген. Ал енді Ресей Украинаның астығын барымталап әкеткеннен кейін басым көпшілігін әкете қойған жоқ әрине, бірақ астықты қазіргі таңда алып кетіп жатқаннан кейін аталмыш аймақтарда сөзсіз азық-түліктің қымбаттауы, инфляция сөзсіз болады. Қазірдің өзінде Біріккен ұлттар ұйымының статистикасына назар аударатын болсақ, әлемде соңғы ақпан айынан кейін, яғни соғыс басталғаннан кейін, әлемде азық-түлік бағасының өсуі 12%-ға дейін артып кеткен екен. Бұл дегеніміз 1990 жылдан кейінгі ең жоғары көрсеткіш болып саналады. Яғни соңғы 30 жылдан кейінгі ең жоғары көрсеткіш болып саналады. Әлемде осындай бір азық-түлікке деген, астыққа деген сұраныс және инфляция осындай жоғары деңгейге жеткен. Ресей енді Украина аймағындағы Украинаның астығын бір бөлігін тасып, ұрлап, енді бір бөлігін басқа мемлекеттерге шығарып сатуға кедергі жасау амалдарын жасап жатыр. Өзінің қолындағы, әзірге өзінің уақытша бақылауындағы аймақтардағы астықты жүк көліктерімен және кемелермен тасып жатыр. Ал енді Украинаның бақылауындағы астықтарды басқа мемлекеттерге Украина сатып алмау үшін Ресей Қара теңізді толыққанды теңіз миналарына толтырып тастады. Себебі осы уақытқа дейін Украина әлемге астықты сатқан кезде 65%-ын порттар арқылы жеткізетін болған. Яғни Одесса порты бар, Мариуполь порты бар, Бердянск порты бар және тағы да басқа порттар арқылы Украина өз астығын кемелерге тиеп, сөйтіп теңіз жолы арқылы басқа мемлекеттерге жеткізген. Міне осы мүмкіндік болмау үшін Ресей Қара теңіздегі Украин кемелеріне жүруіне кедергі жасау үшін жүк тасушы кемелердің, өзге де мемлекеттердің жүк тасушы кемелері Украина порттарына жете алмау үшін Қара теңізді толыққанды теңіз миналарына толтырып тастады. Сөйтіп порттарды толыққанды бұғаттады, блокада жасады десек болады. Бұның өзі Украинаның қолында бар батыс Украинадағы 20 миллион тоннаға жуық астықты басқа мемлекеттерге сатуға қиындық туындатуда. Енді Украина порттар арқылы емес, құрлық жолы арқылы, яғни Польша арқылы, Румыния арқылы және басқа да мемлекеттер арқылы өз астығын сатуға мәжбүр. Бұл біріншіден
көп уақыт алады. Екіншіден бұл астықтың қымбаттауына әкеліп соғады, себебі енді теңіз жолы арзан, ал құрлық жолы қымбат. Сондықтан да Ресей Украина астығының басым көпшілігін осындай саяси амал ретінде қолданып келе жатыр. Ресейдің тағы бір астықты бұғаттаудағы басты мәселесі бұл Украина ішіндегі әлеуметтік жағдайды және әлемдегі әлеуметтік жағдайды нашарлата отырып, өзіне салынған санкцияларды алып тастауға жаңағы іс-әрекеті болып саналады. Себебі Ресей біз Украина порттарындағы жаңағы бұғаттауды тоқтатамыз, Украина астықтарын емін-еркін жеткізуді тоқтатамыз. Егер де бізге салынған санкциялар жеңілдетсе, немесе кейбіреуі мүлде толыққанды алып тастаса деген осындай бір уәж айтуда. Әрине оны ашықтан ашық айтпайды, бірақ қазіргі жасап жатқан іс-әрекеті дәл сондай сигнал беріп тұрғанын түсінуге тиіспіз. Енді әлемдік сарапшылар, Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік жөніндегі комитеттері және тағы да басқа халықаралық ұйымдардың тікелей ақпаратына сүйенетін болсақ, әлемде Ресейдің соғысынан кейін Украинаға ашқан азық-түлік тапшылығы 2022-2023 жылдар орасан деңгейге жетеді. Астық өнімдерінің қымбаттауы өте жоғары деңгейде болады. Тіпті қазірдің өзінде кейбір мемлекеттерде 30-35%-ға дейін астық өнімдерінің бағасы өсіп кеткен, нан бағасы 40%-ға дейін өскен, әсіресе бұл Африка мемлекеттерінде. Ал Африка мемлекеттерінің халқының сатып алу қабілеті, тұтынушылардың сатып алу мүмкіндігі өте төмен екенін есептесек, бір қатарында ендеше сөзсіз кедей мемлекеттердің басым көпшілігінде билікке деген наразылық, халықтық толқулар, тіпті революциялар, артынша жаңағы халықтың 100 мыңдап, 10 мыңдап, тіпті қажет болса миллиондап босып кетуі болатын сияқты. Бұның барлығы Украинада болып жатқан астыққа байланысты, Ресейдің саясатына тікелей байланысты. Жалпы енді Ресейдің өзі әлемде астық жеткізу бойынша нөмір бірінші мемлекет саналады. Әлемдегі астықтың 19%-ын осы Ресей беріп отыр. Әлемдегі астықтың 10%-ын Украина беріп отыр. Яғни әлемдегі астықтың 1/3 бөлігі осы екі мемлекетке тиесілі. Ресейдің астығын сатып алушы мемлекеттердің басым көпшілігі енді ол кедей мемлекеттер саналады. Африка елдері, Таяу шығыстағы бірқатар мемлекеттер, Оңтүстік Шығыс Азиядағы бірқатар мемлекеттер. Бірақ Ресей Украина астығын жаңағы сыртқа шығаруға кедергі жасау арқылы өз астығын басқа мемлекеттерге сату кезеңінде проресейлік мемлекеттерге ғана астықты жеңілдетілген жаңағы жүйемен сату мүмкін. Яғни астықты Ресей сөзсіз саяси мағынада қолданады. Украина астығы болсын, өзінің астығы болсын, сөзсіз саяси мағынада қолданылады. Астық әлемде бағасы өскендіктен ол барлық аймақтарда және мемлекеттерде нан бағасы және астық бағасы сөзсіз өседі. Жалпы Ресейдің астықпен оны саяси құралға айналдыру бірінші мәрте емес. Себебі бұған дейін де біз білеміз, КСРО кезеңінде сталиндік билік астық өнімдерін жинап алды халықтан, сөйтіп оны шетелден жаңағы қажетті индустрияға қажетті технологияларды астыққа айырбастап алған білеміз, астыққа және алтынға. Сөйтіп оны да астықты сол кезеңнің өзінде ақша ретінде, валюта ретінде қолданған еді. Қазіргі кезде де астықты жаңағы саяси валюта ретінде қолдануға барын салып жатқан сияқты. Бірақ енді украиндық астықты Ресей жаңа сатуда бірқатар қиындықтар көреді. Себебі біріншіден астықты басқа мемлекетке жеткізген кезде ол астықтың шыққан аймағы, ол астықтың жаңағы сертификаты, ол астықтың сұрыптың түрі, жаңа талапқа сай емес деген құжаты барлығы болуға тиіс. Ал барымталанған астықта оның сөзсіз болмайтыны анық. Сондықтан да басқа мемлекеттерге оны сатуда қиындық көреді. Бір, екіншіден барымталанған Украина астығын жаңа Украинаның келісімінсіз Ресейден сатып алатын мемлекеттер болатын болса, ендеше оларға да жанама қосымша санкциялар салынуы мүмкін. Тағы бір айтатын дүние ол Украин фермерлерінің мәселесі, яғни биыл Украина салынуға егілуге тиіс аумақтың 70%-ны астық өнімдерін егіп үлгерді. Бұның өзі енді Украин қоғамын толыққанды астықпен қамтамасыз етуге жетеді және тағы да қосымша 100 миллион азаматты астықпен қамтамасыз етуге жетеді дейді әлем елдерінде. Бірақ тағы бір мәселе туындайды, ол ұрыс қимылдарының жаңағы бет алысына байланысты. Ұрыс қимылдары күшейетін болса және астық егілген аймақтарда ұрыс қимылдары жайып кететін болса, ендеше астықты күзде жинап алу мәселесі туындайды. Бұл бір. Екіншіден, Ресей егілген астықты Украин тарапы жинап алмау үшін
жаңағы от қою, өрт қою деген стратегияны да қолдану мүмкін. Бұның өзі әлемдегі азық-түлік тапшылығы, әсіресе астық тапшылығын күрт арттырып жіберетіні айдан анық. Сондықтан да сөзсіз әлемде астық тапшылығы биыл болады. Қазірдің өзінде оның көріністері бар. Және әлемде сарапшылардың айту бойынша бір қатар мемлекеттерде тіпті ашаршылық болады, аштық болады. Ол тек қана азаматтардың аз тамақтануы емес, азаматтардың жаңағы тамақ жетіспеушілігінен көз жұму фактілері артады. Қазірдің өзінде бұндай фактілер орталық Азия мемлекеттерімен шектесетін Ауғанстанда болып жатыр. 35 миллионнан астам халқы бар Ауғанстанда астық жетіспеушілігінен және Талибанның билікке келіп жүйені дұрыс басқару жүйесін дұрыс орналастырылмағандығынан және ұрыс қимылдарының кейбір аймақтарда әлі болып жатқанның әсерінен Ауғанстанда ашаршылықтың нәтижесінде ай сайын 300-ге жуық адам қаза табуда. Яғни осындай фактілер әлем елдері бойынша арта береді, ал Африка елдерінде ол күндік цифр тіпті мыңдаған адамға жетуі мүмкін. Сондықтан Ресейдің қазіргі ұстанып отырған саясаты ол астықты саяси бопса ретінде қолдану, Украинаның әлеуметтік жағдайын нашарлату, сол арқылы өзіне салынған астық блокадасын іске асыру арқылы өзіне салынған санкцияларды әлемдік қауымдастық жеңілдету немесе алып тастау саясатын ұстанып отырған сияқты.